Жәндік шақса не істеу керек? Міндетті түрде білуіңіз керек кеңестер. Жазда далада жүргенде жәндіктер шаққан жағдай жиі кездеседі. Ара, маса, бүрге, құмырсқа, тіпті кенеде қауіп төндіруі мүмкін. Ал сіз осындайда не істеу керек екенін білесіз бе? Ара шақса, бірінші шаншысын абайлап алып тастаңыз. Жараны сабынды сумен жуып, хлоргексидинмен сүртіңіз. Салқын компресс басыңыз. Қышынса немесе ісік пайда болса, фенистил гель жағыңыз. Аллергия болса, лоратадин ішіңіз. Тыныс тарылса немесе дене ісіп кетсе, жедел жәрдем шақырыңыз. Маса шақса, қанша жеңіл көрінсе де, сабынды сумен жуып, антисептик жағыңыз. Фенистил гель қышынуды басады. Қатты қышу болса, антигистамин, супрастин, лоратадин қабылдаңыз. Ешқашан қасуға болмайды. Құмырсқа шақса, сабынды сумен жуып, хлоргексидинмен сүртіңіз. Фенистил гель немесе сода ерітіндісі жақсы көмектеседі. Қатты реакция болса, дәрігерге барыңыз. Бүрге шақса, шаққан жерді сабынмен жуып, антисептик қолданыңыз. Қышса, фенистил гель немесе сода сумен сүртіңіз. Сіну, қызару болса, лоратадин ішуге болады. Үйде бүрге болса, толық тазарту шараларын жасаңыз. Табиғатта демалу, рахат, бірақ қауіпсіздік ережесін сақтаңыз. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда.